Сіз бақшада су құйғышты қолыңызға ұстап, егілген жерлерге қарап тұрып, іштей бір бос кеңістік сезінген кезіңіз болды ма? Бұл жай ғана шаршау емес. Ішімізде бір түрлі күй бар. Жер тіршілігін жоғалтқандай, тынысы парылғандай сезіледі. Мен бұл сезімді жақсы білемін. Себебі маған апта сайын жүздеген бағбан бір сұрақпен жазады. Неге менің бақшам бұрынғыдай нәтиже бермейді? Адамдар бәрін жасайды. Суарады, тыңайтқыш береді, қопсытады, мульча төсейді. Кітапта жазылғанын бәрін орындайды, бірақ нәтиже жоқ. Көшеттер әлсіз өседі, жапырақтар себепсіз сарғаяды, су жерге сіңбей бетінде жиналып тұрады. Жыл өткен сайын жағдай қиындай береді. Егер осы сөздерден өзімізді тансаңыз, сіз жалғыз емессіз. Ең бастысы, бұл сіздің кінәңіз емес. Біздің ата-әжелерімізде мұндай мәселе болған жоқ. Олардың жері жұмсақ, тірі, құнарлы еді. Олар тұқымды жерге тастайды. Ол өзі-ақ өсіп кететін, қиналмай, күреспей. Ал қазір не өзгерді? Өзімді таныстыра кетейін. Мен бақшаны жақсы көретін, бірақ ауыр еңбектен нәтиже көрмей жүрген адамдарға арналған арна жүргіземін. Көбіне 50 жастан асқан жандарға көмектесемін. Біздің мақсатымыз қарапайым, бақшадағы қуанышты қайта қайтару. Артық химиясыз, үлкен шығынсыз, шаршатпай, тек табиғаттың заңын түсініп, ғасырлар бойы тексерілген әдістерді қолдану. Бүгін мен сізге бір маңызды мәселе туралы айтамын. Бұл бүкіл әлемдегі бақшаларды құртатын, бірақ көзге көрінбейтін мәселе. Сіздің барлық сәтсіздіктеріміз сонымен байланысты. Және ең маңыздысы, мен сізге қарапайым, арзан, бірақ өте тиімді шешімді көрсетемін. Әңгіме өлі топырақ туралы, және оны қайта тірілтетін көне тәсіл туралы болады. Өлі топырақ деген не? Бұл шөл емес, құмдай емес. Бұл сыртынан қарағанда қалыпты көрінетін, бірақ ішінде тіршілігі жоқ жер. Шын мәнінде сау топырақ жай ғана минерал емес, бұл тұтас тірі әлем. Онда миллиардтаған микроағзалар өмір сүреді. Бактериялар, саңырау құлақтар, қарапайым жәндіктер, жауын құрттары. Олар тәулік бойы жұмыс істейді. Жапырақты шіртеді. Органиканы өсімдікке қорекке айналдырады. Суды ұстайтын құрылым жасайды. Ауа мен тамырға жол ашады. Осы көзге көрінбейтін тіршілік жоғалған кезде топырақ өледі. Сыртынан жақсы көрінуі мүмкін, бірақ ішкі өмір жоқ. Ал өсімдік оны бірден сезеді. Топырақтың өлі екенін қалай білуге болады? Бірнеше анық белгі бар. Бірінші белгі – су. Сіз су құясыз, бірақ ол жерге сіңбей бетінде тұра береді. Асфальттағы шалшық сияқты. Бұл топырақтың жабылып қалғанының белгісі. Екінші – қаттылық. Күректі бассаңыз кірмейді, кері серпіліп кетеді. Жер тас сияқты қатты. Мұндай топырақта тамыр да ауада өтпейді. Үшінші – мульча шірімейді. Сіз сабан жапырақ төсейсіз, бірақ бір ай, 2 ай өтсе де өзгеріс жоқ. Себебі оны ыдырататын микроағзалар жоқ. Төртінші – жауын құрты жоқ. Бұрын бір уыс топырақтан бірнеше құрт табуға болатын, қазір бірде біреу жоқ. Бұл ең қауіпті белгі. Бесінші – өсімдік. Өседі, бірақ дамымайды. Апталап өзгеріссіз тұрады. Жапырақ сарғаяды, әлсірейді. Неге бұлай болды? Себеп көп, бірақ бәрі қазіргі өмір салтымен байланысты. Жерді жыл сайын аударып табиғи құрылымды бұзамыз. Ыстық күшейіп жатыр, микробтар қырылады. Химиялық тыңайтқыштар тызға айналып, ылғалды тартып алады. Құбыр суындағы хлор пайдалы бактерияларды жояды. Органика азайды, жапырақ, көм, шөп. Нәтижесінде микробтар аш қалады да біртіндеп жоғалады. Бір мысал келтірейін. Үлкен ас үйді елестетіміз. Барлық азық бар. Қант, көкөніс, дәндеуіш. Бірақ аспаз жоқ. Сонда кім тамақ дайындайды? Ешкім. Топырақта да дәл солай. Қорек бар. Бірақ оны өсімдікке жеткізетін аспаз, микроб жоқ. Сондықтан тыңайтқыш беру көмектеспейді. Сіз тірі емес топырақты тамақтандырып жатырсыз. Ал алдымен оны тірілту керек. Мен өзім осы жағдайдан өттім. Бір кезде менің жерім тас сияқты болып кеткен. Күрек 5 сантиметр ғана кіреді. Су 2 сағат бойы тұрды. Көшеттер өліп қалды. Мен бәрін сынап көрдім. Компост, тыңайтқыш, торф, құм. Ештеңе көмектеспеді. Сосын мен бір көне әдіс туралы білдім. Бұл Азияда, Латын Америкасында, тіпті біздің ауылдарда да қолданылған тәсіл. Бұл әдіс өсімдікті емес, топырақты оятады. Мен байқап көрдім. 2 аптадан кейін жерім тыныс ала бастады. Су сіме бастады. Құрттар пайда болды. Өсімдіктер тірілді. Ең қызығы, ешқандай қымбат тыңайтқышсыз. Бұл жай ғана биология, жай ғана тіршілік. Өсімдік сіз қосқан нәрседен емес,
топырақтың жағдайынан өседі. Сіздің топырағыңыз мәңгі өлі емес. Ол тек ұйықтап жатыр. Біз оны оятамыз. Бірақ алдымен оның жағдайын дұрыс түсіну керек. Себебі дұрыс диагноз емнің жартысы. Мен сізге 3 қарапайым тексеру әдісін көрсетемін. Ешқандай құрал керек емес. Тек 5 минут уақытыңыз жеткілікті. Бірінші тест. Күрек. Күректі жерге тік қойып, аяғыңызбен басыңыз. Егер топырақ жұмсақ болса, күрек майға кіргендей оңай кіреді. Ал егер секіріп бассаңыз да кірмесе, топырақ қатайып кеткен. Бұл алғашқы белгі. Екінші тест. Су сіңіру 20 см шамасында шұңқыр қазыңыз. Суға толтырыңыз. Бірінші су сіңсін. Сосын тағы толтырып, уақытты бақылаңыз. 10-15 минутқа дейін сіңсе, жақсы. 2-3 дейін минутта кетсе, құмды жер, су ұстамайды. 1-2 сағатқа дейін тұрса, топырақ тұншығып жатыр. Екі жағдайда дұрыс емес, бірақ түзетуге болады. Үшінші тест. Жауын құрты. Жердің бір бөлігін қазып, қолмен уатыңыз. Егер 3-5-ке дейін құрт көрсеңіз, бәрі жақсы. Егер мүлде болмаса, топырақта тіршілік жоқ. Құрттар жердің жүрек соғысы. Олар бар жерде өмір бар. Жақсы топырақта бәрі өзара байланыста болады. Микробтар қоректендіреді, құрттар өңдейді, топырақ жақсарады, өсімдік өседі. Бұл табиғаттың тепе-теңдігі. Егер сіз топырақтан 1-2 ғана жауын құртын көрсеңіз, бұл дабыл белгісі. Демек, өмір бар, бірақ өте әлсіз. Ал егер 1-1 құрт болмаса, бұл шынымен қиын жағдай. Бұл топырақтағы тіршілік тізбегі тоқтағанын білдіреді. Өсімдіктер өз бетімен қалған, ал олар мұндай жағдайда ұзаққа шыдамайды. Жауын құрты бақшаның жүрек соғысы сияқты. Жүрек соқпаса, өмір де жоқ. Бірақ егер алдыңғы 3 тексерудің біреуі болса да, мәселе көрсетпеген деп уайымдамаңыз. Бұл сіздің қателігіңіз емес. Қазіргі заманда топырақ бұрынғыдан әлдеқайда тез шаршайды. Химия, аптап ыстық, органиканың азаюы, хлорлы су, бәрі табиғи тіршілікке қарсы жұмыс істеп жатыр. Жақсы жаңалық бар. Топырақты қайта тірілту ойлағаныңыздан да оңай. Кейде тіпті бірнеше күннің ішінде өзгеріс байқалады. Ол үшін көп ақша да, ауыр еңбек те, күрделі техника да керек емес. Сізге тек бір қарапайым нәрсе керек. Көпшілігіміз оны күнде раковинаға төгіп тастаймыз. Бұл күріштің суы. Иә, күріш жуғаннан кейін қалатын сол ақшыл лайланған су. Біз оны жай қалдық деп ойлаймыз. Бірақ Азия елдерінде, Оңтүстік Америкада, тіпті біздің ауылдарда да үлкендер оның қадірін білген. Бұл жай су емес. Бұл топырақ үшін өте күшті табиғи пробиотик. Күріш суы неге пайдалы? Күрішті жуған кезде дәндер бір-біріне үйкеледі. Сол кезде олардың бетіндегі крахмал суға шығады. Сол крахмал суды ақшыл етеді. Ал сол крахмал микроағзалар үшін таза энергия. Оны сүт қышқылды бактериялар жақсы көреді. Бұл айран ашытатын, қамыр көтеретін, қабатты ашытатын сол пайдалы бактериялар. Олар өлі топыраққа бірінші болып кіріп, жұмысын бастайды. Қатты органиканы ыдыратады, топырақты жұмсартады, зиянды микробтарды басады, пайдалы орта қалыптастырады. Қарапайым тілмен айтқанда, олар топырақты қайта тіршілікке дайындайды. Күріш суын қалай дайындаймыз? Өте оңай. 1 стақан шикі күріш алыңыз. Кез келгені болады. Үстіне 2 стақан су құйыңыз. Жақсылап араластырыңыз. Қатты араластырыңыз. Су қоюланып, сүт сияқты лайлануы керек. Бұл кремес, крахмал. Сосын күрішті сүзіп алыңыз. Оны тамаққа қолдана бересіз. Ал суды тазашына банкаға құйыңыз. Маңызды нәрсе, қақпақты қатты жаппаңыз. Үстін мата немесе қағазбен жауып қойыңыз. Себебі микробтарға ауа керек. Егер ауа болмаса, жаман иіс шығаратын зиянды бактериялар көбейеді. Банканы қараңғы, салқын жерге қойыңыз. 2-3 күн күтіңіз. Дұрыс дайындалған күріш суының белгісі. Иісі жеңіл қышқыл болады. Айран немесе ашытқы сияқты. Бұл жақсы белгі. Ал егер шіріген иіс шықса, қайтадан жасаңыз. Бірден дұрыс шықпауы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Күріш суы қауіпсіз бе? Кейбіреулер сұрайды. Күріште мышьяк болады дейді. Зиян емес пе? Иә. Өте аз мөлшерде болуы мүмкін. Бірақ ең маңыздысы, топырақтағы пайдалы микробтар сол зиянды заттарды бейтараптай алады. Сіз у қосып жатқан жоқсыз. Керісінше, топырақты тазартатын тіршілікті енгізіп жатырсыз. Қалай қолданамыз? 1 бөлік күріш суына 10 бөлік таза су қосыңыз. Өсімдіктің түбіне құйыңыз. Жапыраққа шашпаңыз. Бұл топыраққа арналған қорек. Жерді жақсылап сулаңыз.
Бірнеше күннен кейін өзгерісті байқайсыз. Су тез сіңеді, топырақ жұмсарады, өсімдіктер сергиді, мульча шірі бастайды. Бұл топырақтың оянғанының белгісі. Күріш суы тек бастама, алғашқы қадам. Енді келесі кезеңге өтеміз. Топырақ оянды, бірақ өсімдіктерге әлі күш жетіспейді. Олар тірілді, бірақ әлсіз. Жапырақтары бозғылт, сабағы жемішке, өсуі баяу. Мәселе тыңайтқышта емес, азот, фосфор, калий топырақта бар. Мәселе өсімдікке сигнал жетіспейді. Өсуге бұйрық беретін табиғи гормондар жоқ. Химиялық тыңайтқышта ондай нәрсе болмайды. Онда тек сандар бар. Сондықтан енді екінші тәсілді көрсетемін. Бұл ферменттелген өсімдік шырыны. ФÖШ. Бұл бақшаға арналған табиғи дәрумен. Өсімдіктің қуатын басқа өсімдікке беру тәсілі. Қалай жасаймыз? Алдымен дұрыс өсімдіктерді таңдаймыз. Көшеге шығып бараңыз. Тез өсетін арамшөптер, жол жиегіндегі шөптер, қиын жерде де өсіп тұрған өсімдіктер. Мысалы, қалақай, бақ-бақ, жол желкен, жусан, алабота, кез келген шөп. Ереже қарапайым. Тез өсетін сау өсімдік жарайды. Шамамен 1 килограмм жасыл шөп жинаңыз. Жуып, ұсақтап тұраңыз. Неғұрлым ұсақ болса, соғұрлым жақсы. Өйткені шырын омай бөлінеді. Бұл келесі қадамның негізі. Енді қомыр қант алыңыз. Кәдімгі дүкенде сатылатын арзан қант жарай береді. Қанша көк шөп болса, сонша қант керек. Яғни салмағы бірдей болған дұрыс. Таразы болмаса, уайымдамаңыз. Шөптің үстіне қантты молынан сеуіп, барлық жапырақ ылғалданып, жылтырай бастағанша араластырыңыз. Қант өсімдіктің ішіндегі сөлді тартып шығарады. Тұз қиярдың суын қалай шығарса, қант та шөптің пайдалы шырынын солай шығарады. Бізге керегі де сол шырын. Себебі оның ішінде өсімдікке қуат беретін табиғи заттар, ферменттер мен өсуге көмектесетін қосылыстар бар. Шөп пен қантты қолмен жақсылап араластырыңыз. Әр жапырақ қантқа тигені дұрыс. Сосын қоспаны шыны банкаға салыңыз. Қатты тығындамаңыз, ішінде аздап ауа қалсын. Үстіне таза тас, кішкентай тәрелке немесе ыңғайлы ауыр зат қойыңыз. Ол шөпті аздап басып тұрады. Сонда шырыны жақсы шығады. Тағы бір маңызды нәрсе. Қақпақты мықтап жаппаңыз. Банканың бетін таза мата немесе дәкемен жауып, резеңкемен бекітіңіз. Бұл тірі ашу процесі. Оған ауа керек. Егер банканы герметикалық жауып тастасаңыз, ішінде газ жиналып, қысым көбейеді. Мұндайда банка жарылып кетуі мүмкін. Банканы қараңғы, салқын жерге қойыңыз. Қоймаға, жертөлеге, немесе ас үйдің күн түспейтін бұрышына. 5-7 күнге дейін күтіміз. Осы уақытта қант шөптен қою, қомырлау, шарбатқа ұқсас сұйықтықты тартып шығарады. Ол банканың түбіне жиналады. Міне, осы сіздің тірі концентрат, өсімдіктің күшін жинаған табиғи шырын. Бір аптадан кейін сұйықтықты дәке немесе ұсақ елек арқылы сүзіміз. Шөпті жақсылап сығып алыңыз. Қалған жомды компостқа тастауға болады. Ал сұйықтықты таза бөтелкеге құйымыз. Иісі өткір, қышқылтым тәтті, ашыған сияқты болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Бұл әтір емес, табиғаттың қою дәрісі деп түсініміз. Қалай қолданамыз? Ең маңыздысы, концентратты ешқашан таза күйінде қолданбаңыз. Ол тым күшті. Оны сумен сұйылтыңыз. 1 бөлік өсімдік шырынына 20 бөлік су. Мысалы, 1 ас қасық шырынға 20 ас қасық су қосуға болады. Немесе 1 стақан шырынға 20 стақан су. Осы сұйылтылған сұйықтықпен өсімдіктің түбін суаруға болады. Жапыраққа да бүркуге болады. Бірақ тек таңертең ерте немесе кешке. Күн қатты қызбай тұрған кезде. Бірнеше күннен кейін өзгерісті көресіз. Апталап өспей тұрған өсімдік қоза бастайды. Салбырап тұрған жапырақ көтеріледі. Сарғыш түс біртіндеп жасылға ауысады. Жаңа өркендер пайда болады. Сабақ жуандайды. Тамыр тереңірек кетеді. Неге бұлай болады? Себебі сіз өсімдікке жай минерал емес, тірі табиғи белгі бердіңіз. Өс, күшей, жасар. Ферменттелген өсімдік шырыны жұмсақ әсер етеді. Химиялық тыңайтқыш сияқты тамырды күйдірмейді. Аздап артық қосып қойсаңыз да, әдетте үлкен қауіп жоқ. Өсімдік өзіне керегін алады. Қалғаны топырақтағы микробтарға қорек болады. Оны өсу маусымында 2 аптада 1 рет қолдануға болады. Әсіресе жазда, аптап ыстықта, өсімдік жеміс байлап жатқан кезде жақсы көмектеседі. Бұл бақшаға берілген тыныш қолдау. Қатты итермелеу емес, жай ғана сенің күшің бар, өсе бер деген белгі. Бірақ бізде тағы бір сұйықтық бар. Ең маңыздысы да осы болуы мүмкін. Ол тек қоректендіріп қана қоймайды.
топырақтағы бүкіл тіршілікті қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл компост шайы. Егер күріш суы топырақты оятатын ұшқын болса, ферменттелген өсімдік шырыны өсімдікке қолдау болса, компост шайы толық көмек. Бұл топыраққа түсетін пайдалы микроағзалардың үлкен жасағы. Көп адам компост шайын жай ғана суға араластырылған компост деп ойлайды. Бірақ дұрыс компост шайы тірі тұнба. Онда пайдалы микробтар белсенді көбейеді. Олар тамырмен байланыс орнатады, өсімдікті аурудан қорғайды, органиканы ыдыратады, қоректі босатады. Топырақтың ұсақ бөлшектерін біріктіріп, оны жұмсақ, борпылдақ етеді. Компост шайын қалай дайындаймыз? Алдымен хлорсыз таза су керек. Егер құбыр суын қолдансаңыз, оны шелекке құйып, бір түн ашық қалдырыңыз. Хлор ұшып кетеді. Сосын шамамен 1 килограмм піскен компост алыңыз. Ол қара түсті, борпылдақ, орман топырағы сияқты иісті болуы керек. Маңызды. Жаңа көң қолданбаңыз. Әсіресе үйде балалар немесе үй жануарлар болса. Жаңа көңде зиянды микробтар болуы мүмкін. Компостта ауа өтетін мата қалтаға салыңыз. Ескі жастықтысы да жарайды. Қалтаны байлап, су құйылған шелекке түсіріңіз. Үлкен шай қалтасы сияқты. Біраз қасық сірне немесе бал қосыңыз. Бұл микробтарға қорек болады. Енді ең маңызды бөлік. Ауа керек. Көп ауа, үздіксіз ауа. Шелекке аквариумға арналған аэратор қойыңыз. Ол балық дүкендерінде сатылады. Қосыңызда 24 сағат бойы көпіршітіп қойыңыз. Неге бұл маңызды? Пайдалы микробтарға оттегі керек. Оттегі болмаса, жаман иіс шығаратын, шіртетін бактериялар көбейеді. Ал бізге ондай сұйықтық керек емес. 24 сағаттан артық ұстамаңыз. Осы уақыт ішінде микробтар өте көп көбейеді. Бетінде жеңіл көбік пайда болуы мүмкін. Бұл жақсы белгі. Бір тәуліктен кейін аэраторды өшіріңіз. Компост салынған қалтаны шығарып, жақсылап сығыңыз. Шайды бірден қолданыңыз. Себебі ауа берілмесе, 6-8 сағаттан кейін микробтардың белсенділігі төмендей бастайды. Қалай қолданамыз? Компост шайын өсімдіктің түбіне, қатар арасына, бүкіл бақшаға молынан құюға болады. Жапыраққа да бүркуге болады. Бұл кейбір саңырауқұлақ ауруларынан қорғауға көмектеседі. Үлкен шелекті көтеру ауыр болса, аз көлемде жасаңыз. 4 литр болса да жеткілікті. Ереже бірдей. Бақшадан бұрын өз беліңізді ойлаңыз. Компост шайынан кейін топырақ біртіндеп өзгере бастайды. Бірнеше күн, бірнеше апта ішінде микробтар жерге тарайды. Топырақ ұсақ түйіршікті, борпылдақ болады. Су енді бетінде шалшық болып тұрмайды, ішке сімеді. Бірақ сол ылғалды ұзақ сақтайды. Тамыр тереңдейді. Өсімдік ыстыққа, құрғақшылыққа, ауруға төзімді бола бастайды. Зиянкестерде әлсіз өсімдікке көбірек үйір болады. Ал сау өсімдік өзін жақсы қорғайды. Ең маңыздысы, бұл әсер жинала береді. Жыл сайын топырақ тіріліп, байып, күшейеді. Сіз жай ғана бақша жасап жатқан жоқсыз. Сіз өзін-өзі ұстап тұратын тірі жүйе құрып жатырсыз. Енді сізде 3 құрал бар. Күріш суы топырақты оятады. Ферменттелген өсімдік шырыны өсімдікке күш береді. Компост шайы бүкіл топырақ тіршілігін қалпына келтіреді. Үшеуі бірге қолданылса, бақшаңыз біртіндеп қайта жанданады.